Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 4 жасар қызға садикке киім таңдайтын боламыз. Ол үшін біз поискқа жазамыз. Осындай деп жазып аласыздар. Қытайшаға аударып аламыз. Сол кезде ойбай көп болады, сол үшін жазамыз. Қыздарға арналған қылып жаздым мен. Мен күзге 4 жасар қызға садикке киім таңдайтын боламын. Сіздер де соған қарап таңдасаңыздар болады. Өздеріңіз қалаған таңдай бересіздер сіздер. Мен өзіме ұнағандарын таңдап шығамын. Магазинге қарайсыздар ең бірінші. Материалына қарайсыздар, 100% мақта. Мен негізі қызыма мақтадан киім кигіземін, себебі аллергия ештеңе болмайды. Мақта болмаса киім кимейді менің қызым. Мен осылардың арасынан таңдаймыз. 4 жасар қызға 110 таңдайсыздар. Шалбарымен таңдаймын. Шалбарсыз таңдайтын болсаңыздар, арзандау түседі, бағасы өзгереді. Шалбардың өзінде алсаңыздар болады. Осыны таңдаймын. Осы біреуінде көрейік. Әртүрлі расцветкалар бар екен. Отзывы бар екен, көріп шығасыздар. 4,5 екен. Мақта екен. Соларға қарап шығасыздар. Кейін басқаша түрлерді таңдасаңыздар болады. Осы біреуін таңдаймын, 110-ды таңдаймын. Белгілеп қоям. Енді осындайларды алсаңыздар болады. Садикке күзге күшті болады. Главный, қызыңыз кисе болды. Бұл мақта емес. Материалы. Енді біз таңдаймыз. Осылардың арасынан әртүрлі қылып таңдасаңыздар болады. Мен соңында осы біреуін де қосамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен қазір осы біреуін аламын. Әртүрлісін әртүрлі қылып расцветка қылып аламын. Жазып қойған 3-4 жасар деп. Белгілеп қойдым. Осы біреуін аламын. 4,5 екен. Осын белгілейік. 3-4 жастарға деп жазылған. Соны белгілеп қоям. Осындай алайық. Отзывы жоқ екен, сол үшін мына жердің үстін басамыз. Басқа магазин іздеп көреміз. Маған мына бір ұнап қалды. Жүз береміз. Белгілеп қоямыз. Мына жерге жатсаңыздар болады. 2-3 жас деп. Соларға ғана шығады. Заттар. Отдельно осыларды алсаңыздар болады. Ауыстырып киюге. Осы біреуін қосамын мен. Колготка қосамыз. 100% оригинал екен бұл. Үшеуін бірге алса болады бұл жерде. 3 түрлі қылып аламын. Осы түстерін аламын. Қаласаңыздар, басқа түрлерінде қоссаңыздар болады. Мына бірін алайық. 2-4 жас деген аламыз. Қарайсыздар жастарына.
осындай көйлек алып қойсаңыздар болады, праздник сондайларға киюге болады. Осыны белгілеп кетеміз. Осындай аламыз. Майкалер қосасыздар, керек ол. Екі түрлісін алам. Мақтадан жасалған, 100% деп жазылып қойылған, көріп шығасыздар. Осындайларды қоссаңыздар болады. Садикте керек осындай заттар. Екі түрлісін қаласыздар. Белгілеп кеттім. Осындай шапкалер бар екен. Негізі әртүрлі шапкаларды ұнататындар бар. Енді біреулерге ұнамайды. Өздеріңіз көресіздер оны. 4 жас деп жазылған. 4 жасқа келеді. Белгілейміз. Носкилер. Одежда для девочек дегенге бәрі кіреді, сол үшін бәрі шығады. Бәрін бірге заказ бере берсеңіздер болады. Осындайлар керек. Араластырып аламын. 6 штук, 3-тен. Весіне қарай аласыздар. Осы біреуін аламын. 20 килограммға дейін. Осындай резинкелер заказ берсеңіздер болады. Қыз бала болғандықтан керек ол. Шашына тағады. Маған көпсі қажет емес, сол үшін осындай заказ бере берейін. Әр түрлісі бар. Осыны заказ берейін. Пижамалар керек. 100% мақта екен. Қыз балаға болғандықтан осы біреуін таңдаймыз. Бұның размері жоқ екен. Мен 110-ды белгілейміз. Әртүрлісі шығады. Біз бір футболкада қосамыз. Өздеріңіз ұнағандарын қоса бересіздер. Маған осы екеуін қосам. 110-ды белгілеймін. 10 мен 20 килограммның арасына келеді ол. Енді қалып кеткен заттарыңыз болса қоса бересіздер. Сіздің қызыңыз қандай киім киеді, соларды қоса бересіздер. 4,5 екен. Негізі выбор көп сайтта. Енді біз қыздарға киім, аяқ киім. Әр түрлісі шығады. Осылардың арасынан таңдай бересіздер. Бір осындайын аламын мен. Аяғын өлшеп аласыздар қызыңыздың. Осындай болу керек. Соны белгілейсіздер. Әр түрлісі бар. Осы біреуін таңдаймын.
Садикке сумка таңдаймыз. Әр түрлісі бар. Осындай таңдаймын. Осындайларды заказ береміз. Шашын тақып қоятын. Әр түрлісін беремін. 16 штук болады екен. Осындайлар да бар. Бұларды заказ берсеңіздер болады. Міне қарайсыздар. 20 штук, 19, 40 штук, 60 штугы бар екен. 40 штугын берем. Осындай курткада заказ берсеңіздер болады. Осыны қосамыз. Домашнийді қосамыз. Ол жаққа керек себебі. Жабылатыны бар, жабылмайтыны бар. Ашықтан заказ бере береміз. Размері жоқ екен. Осын береміз. Енді заттарымыз көріп шығамыз. Белгілейміз. Заттарды бәрін белгілеп шығамыз. Таңдамаған болсаңыз, осындай болып шығады. Таңдап жібересіздер. Осының ішінен плюсикті бассаңыздар, басқа түрі де шығады. Соны белгілеп жібереміз. 2 болды, міне 2 болды. Садикке осындай заказ берсеңіздер болады. Қыз бала болғандықтан осындай береміз. Міне 643 болды. Егер Алипеймен төлесеңіздер, осы сумманы төлейсіздер. Каспиймен төлесеңіздер 25-те 63 қосылады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.